Баршаңызға сәлем достар. Бүгін ене мен келіннің кесірінен бала жетім қалмасын деген оқиғаны сіздерге баяндап беріп, ал видеоның соңында біргелікте шолу жасасақ. Күнде кешкісін біздің ауылда жас сәбиді көтеріп жүрген жас келіншекті көремін. Жуықта есік алдында демалып отырып, сол келіншекпен кездейсоқ ұшырасып қалдық. Әдеттегідей кішкене баласын көтеріп жүр екен. Жүзінде әлденеге деген реніш бар сияқты көрінген. Ол қасыма отыра бере ауыр күрсінді. Кішкене баланы бағу қиын ғой, бірақ олардың қылығы сондай тәтті дедім. Мен аз кем отырғаннан кейін, бірақ баланы әкесіз жалғыз өзі бағып қағу одан да қиын деді. Ол тағы кейісті үнмен. Мен не дерімді білмей үнсіз қалдым. Әлгі келіншек болса, ішкі мұңын бөліскісі келді ме, өзінің баянсыз өмірі жайлы әңгімелеп кетті. Осыдан 1 жыл бұрын жолдасым екеуміз отау құрып, отбасылық өмірдің қызығы мен шыжығына толы кезеңін бастан өткіздік. Жолдасым отбасындағы жалғыз ұл болғаннан кейін, біз оның ата-анасымен бірге тұрдық. Ата-ененің қолында тұрғаннан кейін олардың көңілінен шықсам екен деп ойлайсың. Жас болғаннан кейін бір мінезім жақпай қалама деп уайымдап та жүресің. Тап ойлағанымдай, уақыт өте келе енемнің менің бойымнан іздеген міні көп болды. Басында шынымен дұрыс жасамай жүрмін-ау деп істегенімнің бәрін қайта-қайта жасап, енемнің айтқанын екетпедім. Бірақ неге екенін білмеймін. Қаншалықты ол кісінің көңілін табуға тырысқанмен, бәрі керісінше шықты. Тіпті жолдасым маған ренжіп, кейде жанжал шығаратын болды. Сол аздай енем де отқа май құйып, сыртымнан мені күйеуіме, көрші қолаңға жамандап жүретін көрінеді. Осылай жүргенде нәрестелі болдық. Немересін қолына алғаннан кейін маған деген көзқарасы өзгеретін шығар дегенмін. Бірақ олай болмады. Ата-анасын тастап кетпейтінін білсем де, мына жағдайдан әбден мезі болғаннан кейін мен жолдасыма бөлек шықсақ қалай болады дедім. Менің айтқаныма ол үзілді кесілді қарсы болды. Арада ұрыс керіс көбейді. Ақыры шеті мен шегі жоқ ұрыс керіс екеуміздің ажырасуымызға себеп болды. Осыдан 2-3 ай бұрын сот алдында ажырасып бірақ тындық. Менің оқиғам осы деді. Ол көзіне жас алып. Келіншектің әңгімесін естіп, жағамды ұстадым. Шынымен де өз келініне күн көрсетпейтін енелер бар ма? Осы жайлы бір апайға айтсам, қарағым, қазіргі келіндер енесін 2 бүктеп, 1 шайнайтын қасқалары ғой. Менің білуімше, бар бәле әлігі жас келіншектің өзінде жатқан сияқты дейді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Тіпті келіні кінәлі болған жағдайда әлігі ене бейкүнә сәбидің туған немересін обалына қалудан неге қорқпайды? Бірі ересек, бірі жас, 2 әйелдің кесірінен бала неге тірі жетім болуы тиіс? Мұндай жағдайда не істеу жөн? Осы жөнінде ой бөліссеңіздер, яғни отбасын аман сақтауға мүмкіндік беретін, ойландыратын ортаға салсаңыздар.